Сәлем достар! Біздің бүгінгі жарнама ерекше жарнама. Ондеше тыңдаймыз. Талап, еңбек, тереной, қанағат, рахым. Иә досым, бұл сөздер Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңінде айтап кеткен бес ысылы. Олай үшіл дана ақынның көтерген мәселесі қай кезде де өзекті. Ондеше осы бес ысыл өз жайлы Абай қара сөздерінде не деген екенін көрейік. Талап туралы 32-ші сөзінде адамның көңілі шын мейірленсе білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі деген. 37-ші қара сөзінде ақпен асқан патшадан мемен асқан қара артық, сақылын сатқан кереден еңбегін сатқан бала артық. 34-ші қара сөзінде терең ой жайлы былай деген: естіген нәрсені ұмытпауға 4 себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде немесе көргенде ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып ойға сақтау керек. Төртінші, жаман заттардан аулақ болу керек дейді. Қайрат пен рахым жайлы. Қайрат ақыл жүрек өшері, өнерлерін айтысып қайсысы. Бірінші деген сұраққа ғылым былай деген: Осы үшін басында көз бірін де жүрекке біледі, деп жүректе жақтаған екен. Себебі өліктен ұят сақтап, кішіге рақым қылдаратын. Жүрек тек оны таза ұстау өліде деген екен. Бізден дәл бір ғасыр бұрын Абай бүкіл әлемдік ең күрделі мәселелердің түйінді жерін дөп басып, жауабын тауып айта алған. Өйткені ол ұлы. Олар барлық уақытта басқалардан ғасырлар алда жүреді.